Армысыздар, құрметті көрермендер. Ұлттық арнада айту оңай бағдарламасы кеше уәде еткендей, біз бүгін елбасы жолдауында айтылған баспана мәселесіне нақтырақ, кеңірек тоқталмақпыз. Студиямызға жалпы тұрғын үйге жауапты мамандар, сарапшылар, банк қызметкерлері жиналып отыр. Алдымен алғашқы кейіпкерлеріміз жайлы сюжет көріңіздер. Еліміз тәуелсіздік алғалы тұрғындардың жақсы өмір сүруі, оның ішінде баспаналы болуына мемлекет тарапынан ұдайы көңіл бөлініп келеді. Осы ретте 2005-2007, 2008-2013 жылдарға арналған қолжетімді баспана 2020 мемлекеттік тұрғын үй сынды бағдарламалар аясында халқымыздың баспанасы жүрген бір шама бөлігі қоныс тойын тойлады. Бүгінгі таңда елімізде баспана құны Қазақстан Республикасы үкіметінің 2012 жылғы 21 маусымдағы нөмірі 821 қаулысымен реттеледі. Ал ол бойынша тікелей сату құны Астана, Алматы, Атырау, Ақтау қалаларында және қала маң аймақтарында пәтердің бір шаршы метрі 180 мың теңгені құраса, еліміздің өзге өңірлерінде 144 мың теңге. Қазір елімізде тұрғын үй тапшылығы 28 миллион шаршы метрді құрайды. Бұл шамамен 400 мың отбасы баспанаға мұқтаж деген сөз. Мұның бір себебі елдегі еңбекке қабілетті азаматтардың 25%-ның ғана өз күшімен баспаналы болуға шамасы жететіндігінде. Біздің алғашқы кейіпкеріміз Қалдыбай Дүйсенбаев. Біраз жыл болды осы баспананың жыры мен, баспананың мұңы мен бармаған жері жоқ, сандалып жүр. Бүгін осы мамандардан көмек сұрап ортамызға келіп отыр. Қарсы алайық. Келін балада келу керек еді ғой? Келін бала енді үй жоқтың күйі жоқ дегендей. Иә. Үйдің отбасы жағдайға байланысты келе алмай қалды. Сол үйдің жырын жырлайын деп өзіміз келдік. Ал жырла, жібер. Үйдің жыры біз 2008-2010 жылы отбасылық жас отбасы деген бағдарламаға қатысып, 2009 жылы құжаттарымызды жинап, 2010-да өткіздік, 2010-ның ақпанында өткіздік. Содан бері ол кезде үйдің шаршы квадрат метрі 71.714 теңге болған. Сол әрбір теңгесіне дейін біледі екенсің ғой? Енді санап жүру керек қой. Содан 60 квадрат метрге есептеп шығарып берді. Біздің айлық жалақымыз 2 бөлмелі пәтер. 2 бөлмелі пәтерге. Иә. Ол 2 бөлмелі пәтер кейін қымбаттады. Ол уақытта тағы да үстіне қосылды. 2 бөлмелі пәтер 4 миллионға шыққан. 4 миллион 306 мыңға сондай. Қазір енді одан кейін, бір жылдан кейін 6 миллионға шықты. Сол 2008-де, 2009-2010-да тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне салдық. Қанша салдың сонымен сала бергенде? Жартысынан асты енді. Жартысынан асты. Үйленгендерге қанша болды? Үйленгендеріме 8 жыл болды. Қазір қай жерде тұрып жатсыңдар? Қазір квартира. Айына қанша төлейсіңдер? Айына 45 мың. 45 мың. Ол кәдімгідей бір... Жоқ, қазір бір ағайынымыздың бір бөлмелі сарайы. Бірақ ойдақ бар, ана үй бар. Шын мәнінде алдыңғы бағдарламамен көптеген адамдар үй алды, бірақ ала алмай жүрген адамдар да бар. Осындай адамдар алдың күнгі елбасы жолдауынан үлкен үмітті. Солай ғой? Үміт күтеміз. Осы жол міндетті түрде ұяласын шығарсын сені. Алла бұйыртса. Аласың, иә? Біз әтейлеп Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі акционерлік қоғамы басқарма төрағасының орынбасарын шақырдық, Ербол Қарашөкеев. Бірден қазір Қалдыбайдың жағдайына келейікші. Қандай кеңес бересіз? Не істеу керек қазір? Енді қолжетімді тұрғын үй 2020 бағдарламасы арасында екі бағытта біздің банкіміз іске асырып отыр. Бірінші бағыт ол әр санаттарға арналған тұрғын үй деп аталады. Екінші бағыты жас отбасыларға арналған тұрғын үй деп аталады. Сол жаңағы жас отбасыларға арналған тұрғын үй бағыты сол бағыт бойынша
үміттелген азаматтарға үй аламыз деп бірнеше талаптар қойылады. Бірінші талап ол жаңағы жас отбасылар 20 жастары, ерлі зайыптылардың жастары 29-дан аспау керек. 29-ға? 29-дан аспау керек. Мен қазір өзім 30-дан асып кеттім жасым, 32-демін. Енді сондықтан білмей жүр ғой саған. Жоқ, мен 29-ға толған кезде сол жас отбасы болып қалыптасқан жас отбасы құрған кезде документ құжаттарын өткізгем. Ертерек үйлену керек еді, ертерек. Бәке, ол жағынан тағы да бір айтатын мәселе бар. Негізі мынау қазір Қазақстан бойынша тізімде пәтер аламыз деп жергілікті атқарушы органдардың тізімдерінде тұрған 280 мыңнан астам адам тұр. 280 мыңнан астам адам бар. Әлде отбасы ма? Адам бар. Ол енді отбасыдан санасақ 560 мың отбасы деп. Тек қана ерлі зайыптыларды алатын болсақ 560 мыңнан жоқ. Негізі бюджеттен алынған ақша, соғылған ақша мынау қолжетімді тұрғын үй 20-20 бағдарлама бойынша соғылатын үй. Енді біздің жаңағы жас отбасы бойынша соғылатын үй, мысалы айтып кетейін, мен 7000 пәтердей соғуға келісім шартқа қол қойдық. Ақша бұған дейінгі ме? Барлығы енді соғылып болғаны, соғылып жатқан ішінен республика бойынша 7000 пәтер. 7000. Оның ішінен соғылып болған, эксплуатацияға енгізілген пәтердің көлемі 3,5 мыңдай пәтер. Енгізілді, енді 3,5 мыңдай пәтер әлі соғылып жатыр. Бағдарлама бойынша жыл сайын 200 мың шаршы метр тұрғын үй соғылып іске енгізу көзделген. Енді 200 мың шаршы метр дегеніміз 50 шаршы метрге әрбір пәтерді 50 шаршы метр деп санағанның өзінде 4,5 мың пәтер болады. Жылына? Қазір 180 миллиард теңге 2 жылға. 2 жылға. Бұл қанша шаршы салынады бірден? Есептеп жібердіңіздер ме? 180 мың енді мынау Қазақстан ипотекалық компанияның өкілдері айтатын шығар. Мен бір айтып кететін, көп бұл ақша аз ба екен? Салыстырсақ, негізі мынау 8 жылға арналған қолжетімді тұрғын үй 20-20 бағдарлама бойынша, жас отбасыларға арналған бағытта біз 8 жылдың ішінде 190 миллиард теңге игеру керек еді. Ол енді 2 жылға 180 миллиард беріп отыр. Әрине өз үлесін қосады деп, жас отбасылардың жалға алатын сатып алуға құқығымен сатып алуға құқықсыз пәтерлер болады. Сол 180 миллиард игеріп, сапасы жоғары пәтерлер соғылып, кім соқса да, жергілікті атқарушы органдар соғама, қазақстандық ипотекалық компания соғама. Жалпы кімдер арқылы жүзеге асады? Жергілікті әкімдіктерге берілуі мүмкін? Ипотекалық компанияға берілуі мүмкін? Сол екі ақ нысана органдар соғылады. Сіздер де кейбір жерде өздеріңіз салып жатсыздар ғой? Жоқ, Қазақстан құрылыс тұрғын үй банк жүйесі негізі. Біз үлкен көп пәтерлі тұрғын үйлерді қаражаттанбаймыз. Қаражаттандырмайсыз? Жоқ, қаражаттандырмаймыз. Себесі бағдарлама бойынша біз әр санаттарға арналған пәтерлер соғылып жатқан, жас отбасыларға соғылып жатқан пәтерлердің бәрдері жергілікті атқарушы органдар соғады. Сіздер тек ақшасын? Біз сосын соғып болғаннан кейін жаңағы сатып алуға пәтерге әзірлеп, өзінің жинаған жинақтары бар. Үстінен біз несие береміз, қарыз береміз. Қалдыбай енді кірмейді ғой, 29-ға толып кетті. 29-ға толып кеткен соң енді жас отбасы ретінде кірмейді, бірақ мүмкіндігі бар. Мүмкіндігі бар. Азамат ретінде. Мен маманға бір сұрақ қойып, біздің бір түсінбейтініміз, осы 2007, 2009, 2008, 2010 бағдарламада басқа, осы Қазақстандағы басқа қалалар бәрі сол бағдарламаны бітіп жауып тастаған уже. Бәрін беріп беретін. Алматы қаласы ғана қалып қойып тұр. Сол бағдарлама жабылмай. Сосын мен Алматы қаласының тұрғын үй жинақ банкінің сайтын ашып кезегімді қарап отырмын. Түсініксіз. Не үшін жауап тұрсың? 7512. Бір-екі жылда алып қаласың? Өзімнің бағдарламам бойынша, категориям бойынша 1651. Сайтты ашу мүмкін емес. 2008, мынау Қалдыбай кішкене қателесіп тұр. 2008-2010 жылға арналған тұрғын үй қамтамасыз ету бағдарлама, Қалдыбай дұрыс айтады, Алматы қаласында біраз үйлер қалды. Сол тізімдегі тұрған адамдардың бәрдері жергілікті атқарушы органдардың тізімдеріне кірді.
ол енді банктың жауапкершілігі емес. Ол тізім Қалдыбай, сіз мынау Алматы қаласының әкімшілігінің тізіміне кіріп отырсыз. Сол тізімнен өзіңіз енді сол жаққа барып ақпаратты алу керексіз. Негізі ол тізімде енді 20-30 мыңдай адам бар шығар. Рита Нұрбекқызы, тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасының бас маманы. Иә. Алматыда қанша адам тізімде тұр қазір үйдің кезегінде? Алматы қаласы бойынша жергілікті атқарушы органдарда 15.271 адам. Ол жеке жаңағы Қалдыбай айтып отырған мемлекеттік бағдарламадан бөлек ол жергілікті атқарушы органда тізімде тұр. Ол жеке. Ол жеке мемлекеттік бағдарлама бойынша 2005, 2007, 2008, 2010 бағдарламалар жабылған. Ол бағдарламалар бойынша 10 мыңнан аса адам тұрғын үй ала алмай қалғандар бар. Толық қамтамасыз етілмеген 10 мыңға жуық адам бар. Иә. Ал көбі өзінің ниеті бойынша 2011-2014 қалалық бағдарламаға ауыстырылды. Жаңағы ниет білдіріп, сол бағдарлама бойынша онда да шаршы метрінің квадрат метрі қымбаттау болды, мемлекеттік бағдарлама бойынша емес. Соған өздері тағы да барып төлем қабілеттілігін тұрғын үй құрылыс банкінен төлем қабілеттілігін дәлелдеген азаматтар сол қалалық бағдарлама бойынша тұрғын үймен қамтамасыз етілді. Ал жас отбасы жаңағы өзі айтып отырғандай 32-ден асып кеткендіктен 29-дан асып кеттік, дәл бүгінгі күні 32-ге келіп отырмын дейді. Біз былтыр тұрғын үй басқармасында 29-ға толмаған 1000-нан аса отбасын қабылдадық, жас отбасын. Қабылдағанда үй бердіңіздер ме? Қабылдап, соның ішінде 800-і әлі қамтамасыз етілген жоқ. Олар міне осы жылдың аяғына дейін тағы да 180-ге жуық пәтер беріледі деп отырмыз. Бірақ ол бағдарламаға Қалдыбай әрине кірмей, жас көлемі, жас осып кеткендіктен. Енді біз міне 2020 бағдарламасы бойынша жаңағы тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде барлық категориялар бар. Жас отбасынан бөлек тағы бір санат бар. Сол санат бойынша депозит арқылы алуына болады түрлі. Өйткені жинаған ақшаң бар ғой. Қанша болды қазір? Келін біле ме? Келін біледі. Келін біледі. Жақсы. Мына нәрсе, қазір енді 180 миллиард бөлінеді. Ең тұрғын үй мәселесі ең өзекті, ол бірінші Астана мен Алматы. Мойындау керек. Солай ғой. Елдің көбісі, дау-дамайдың мәселесі де осы екі қалада ғана болады. Сондықтан меніңше не істеу керек? Үкімет меніңше қазір осы екі қалаға көп күш салу керек па? Күш салса бұлар ары қарай өсе берсе не болады? Елдің көбісі үй аламыз деген кезде осы Астана мен Алматының тұрғындары, осы Қалдыбай секілді тұрғындары бірінші ойланады. Осы не істейді? Қандай жолы бар? Қалай жүзеге асады? Қазір енді біз бәріміз білеміз. 180 миллиард 2 жылда бөлінеді. Бұлар қай жаққа бөлінеді? Механизм әрине қарастырылады ғой. Бірақ енді Алматыға үлкен жүк болады ғой бұл. Солай ма? Енді әрине Алматы қаласы орысша айтқанда резиновый емес. Жаңағы созылып, ал бүткіл республика бойынша соңғы 5 жылда қалаға келіп, соңғы 5 жылда атында үй болмаған азаматтардың бәрі Алматы қаласынан немесе Астана қаласынан алуға тырысады. Барлығы келіп тіркеуге тұрып, тұрақ тіркеуге, сол жерде кезекке тұрып тіркелуге именно осы Алматы қаласынан және Астана қалаларынан тұрғын үй алғысы келгендіктен, жаңағы өзі айтып отырғандай, бұл қалаларда үміткерлер көп. Содан кейін ол бағдарламалар толық қамтамасыз етілмейді. Тұрғын үй құрылысы жүреді, ал жылына бізде қазір мысалы 300-400 пәтер берілсе, енді бұлай есептеп көргенде 10 мың адамды 15 мың адам. 300-400 пәтер беріледі. Енді ол қазіргі уақытта, былтырлары оның алдында одан да азырақ болған. Қазір құрылыс қарқыны кішкене ілгерілегендіктен 300-400 пәтер беріліп отыр. 300-400 пәтер. Бірақ соған қарамастан әйтеуір ұзақ жыл күтіп үй алған адамдар бар. Қалдыбай, сен неше жыл күттің дедің? 5 жыл. 5 жыл. Тағы 3 жыл күтсең, мүмкін біздің келесі кейіпкерлеріміз секілді үй алып қаларсың. Ол кісілер жайлы алдымен сюжет көреміз, сосын ортаға шақырамыз. Асқар Гүлнар Кеңесбаевтардың мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасы бойынша үй кезегінде тұрып, пәтерлі болғандары таяуда ғана. Ал кезекті 8 жыл бойына күтті. Еңбек ақы, маңдай терімен жиған табыстан алған пәтердің қуанышы тіпті сөзбен айтып жеткізе алмастай. Жаңағы тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне депозит салдық. Сол депозит бойынша осы үйге ие болып отырмыз. Енді бұл үй бізге құтты үй болды. Кішкентайлы болдық. Құтты берекелі үй болсын деп тілейміз. 2 бөлмелі 70 шаршы метрлік су жаңа пәтер үй иелері үшін құттың басы болғандай. Себебі бұл отбасы 8 жыл бойына тек баспанаға ғана емес, бір перзентке де зәру еді. Қызық болғанда Кеңесбаевтар пәтерге де кірді, көп ұзамай сәбилі де болды.
Солайша бұл шаңырақта қоныс той мен шілдехана қатар тойланды. Асқар мен Гүлнар Кеңесбаевтар 8 жыл күтіп үй алудың, 8 жыл күтіп кішкентайлы болудың қандай бақыт екенін өздері айтып береді. Шақырайық ортаға. Қош келдіңіздер. Келіңіздер, тіл өтіңіздер. Аты кім? Алуа. Алуа. Осы қыздың несібесі ғой жаңағы үй, солай ма? Иә, солай десе де Алдында 8 жыл бойы күттіңіздер ме? Иә, 8 жыл бойы күттік. Тұрғын үй құрылыс банкі арқылы алдыңыздар. Иә, 2005-2007 бағдарламасы бойынша жаңағы мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасы бойынша кезекке тұрғанбыз. Содан тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне депозит аштық. Сол арқылы осы үйді алып отырмыз. 8 жыл бойы күттік, 8 жылдан кейін қолымызға тиіп отыр осы үй. Қай ауданда орналасқан? Алғабас шағын ауданында. Қалай екен? Жылы ма? Қазір иә, жылы үйіміз. Сапасы қалай екен жаңа үйлерге? Сапасы жақсы. Жақсы ма? Көңілдеріңізден шықты ма? Иә, көңілдеріңізден. 8 жыл күткен қалай екен? Батырға айтып отырмын, тағы 3 жыл күтсеңіз, сіздер секілді. Бұл үміт үзілейін деп қалыпты енді, мына жолдаудан кейін қазір ойланып отыр, енді алатын шығарым деп. Иә, біз де ойлағанбыз енді, үмітімізді үзіп, енді алмайтын шығармыз деп. Аяқ астынан ойламаған жерден осы үйді алдық. Өте қуаныштымыз, ризамыз. Мына қызымыз да міне осы құт береке бізге жаңағы не алып келгендей, несібесіндей болды. Осы үйде тұрып жатырмыз. Бақытты, берекелі отбасымыз. Кейбір адамдар енді ойлайды, бұл бағдарламамен енді көп адам кәдімгідей баспаналы болды. Жылына 3,5 мың, 4,5 мың адам ғой, жылына 3,5 мың деп жоспарлаған күннің, жас отбасыдан. Одан басқа? Негізі қолжетімді тұрғын үй 20-20 бағдарламасы 9 бағытпен іске асырылады. Жылына қанша адам деп есептесек? Есептесек, енді бізде алатын болсақ, әр санаттарға арналған тұрғын үй болсақ, 300 мың шаршы метр енгізіледі. 50-ге бөлсеңіз? 50-ге бөлсе 6 мың. 6 мың адам, жылына 6 мың адам. Бірақ көп адамдарда мынандай ой болды да, бұл мүмкін емес шығар алу. Сіздерде ондай болды ма? Енді әртүрлі ойлар болады ғой, бірақ енді біз күтіп жүрдік. Аяғына дейін осы береді деп. Осы мемлекеттік қызметкер болып, соңына дейін күтейік деп, кезектен ешқандай шықпай, осы күтіп отырдық. Сол енді күткен үйімізді алдық. Ешқандай бір кедергілер болған жоқ па? Енді құжаттар жинадық. Жаңа өздерінің уақыты келген сайын құжаттарын жинатып отырады ғой. Не бойынша? Яғни уақытылы құжаттарды жинап отыру керек? Иә, уақытылы береді. Сол тізім бойынша жаңағы жұмыс істейтін жерімізден тізім бойынша қағаздарымызды бәрін жинап, апарып өткіземіз, соны күтеміз. Сосын кейін өздері айтады, өзіміз шақырамыз деп. Бюрократия болған жоқ па банкте? Банкте ма? Жоқ. Банктен енді бізде жаңағы керекті құжаттарын сұраған, біз бәрін апарып беріп отырдық. Содан кейін жаңа күтетін уақыты бар өзін, соны күттік. Содан кейін күтесің ба? Сол бойынша күтемін енді. Күтесің. Бұл енді бұл бағдарламада бәрін бірдей дәл қазір қамтамасыз ету мүмкін болмағанымен, кәдімгідей көптеген адамдар, егер де құжаттары дұрыс болатын болса, және оны дер кезінде өткізіп, тапсырып, біліп отыратын болса, конкурсқа қатысатын болса, яғни баспаналы бола алады. Солай ғой? Иә. Бізде тағы да бір мәселе бар. Қандай мәселе? Мен жолдасымның атына дайындағанбыз. Құжаттарды жолдасымның атына. 29 жасқа дейін. Енді қазір ол бағдарлама бітіп кетті. Қазір бір қозы туса бір түп жусан артық шығады деген қазақпыз ғой. Қазір жолдасым баламен отыр үйде. Енді ол бағдарлама өтіп кетті. Басқа қазір жаңадан шыққан бағдарламалар бар ғой. Қолжетімді баспана, арендный жүйе. Соған аударайық десек, жолдасының айлық көрсеткіші керек. Не істеу керек? Үйде отырған негізі мынау келісім шарт, мынау тұрғын үй жинақтау шартқа қол қойдыңыз ғой. Сол шартты негізі өзіңіздің жолдасыңызға беруге болады. Болады. Аудар өзіңе. Орысша айтқанда аударып переуступка дейді. Сіз жұмыс істейсіз ғой, Қалдеке? Ол айлық көрсеткіш. Айлық көрсеткіші болатын болса, ол үйдегі 4 адамға шаққанда бір мәселе бар.
Қалдыбай, бір мәселе бар. Негізі мынау жинақ құрылыс шартқа қол қойған кезде сіз негізі жоспарладыңыз. Қандай көлемге сомаға ақша сізге керек? Мысалы, пәтердің өзі 50 мың ақш доллар тұратын болса, шаққанда 9 миллион теңге дейміз. 9 миллион теңге болатын болса, соның 4,5 миллион теңгесін жаңағы аталған мерзімде сіз жинақтау керексіз. Қажет, ол сіздің міндетіңіз. Сол аталған мерзім ол 3 жыл болады, 5,5 жыл болуы мүмкін, 8,5 жыл болуы мүмкін, немесе 15 жыл болуы мүмкін. Одан енді сосын несие, қарыз алған кезде, несие алған кезде жаңа пайыздың деңгейі соған байланысты. Соған неткен кезде сол жаңағы немесе 8,5 жылдың ішінде 50%-ын жинақтайым деп міндетіңіз болса, сол 4,5 жылдың 8,5 ішінде 50%-ын үзбей жинайтын болсаңыз, несие алатын кезде біз қарамаймыз сіздің жаңағы несиені қызмет көрсету, обслуживание дейді орысша. Соның қабілетін қарағанда біз тек қана қараймыз, жаңа 8,5 жыл бойы немесе 5,5 жыл бойы дұрыс ритмикалық түрде әр ай сайын жаңағы аталған соманы жинақтап отырсаңыз, сол мерзім келгенде біз сізге жай ғана қарызды жинақтау қарызын береміз. Оған енді байланысты емес. Жолдауға енді нақты елбасы айтқан нәрселерден мен 7 нәрсені жеке бөліп алдым. Соның біріншісі мына нәрсені көрермендерге нақтылап түсіндірсек. Елбасы айтты, мемлекет әлеуметтік жалдамалы баспананы салып деді. Оны тұрғындарға сатып алу құқын бере отырып, ұзақ мерзімді жалға ұсынады деді. Мына қолжетімді тұрғын үй 20-20 бағдарламасы бекітілгенде, жаңа Ерекең айтып кеткендей, бірнеше бағыт бар ол жерде, 9 бағыт. Соның жаңадан қалыптасқан бір бағыты, бұл Қазақстан ипотекалық компаниясымен жүзеге асырылатын бағыт, тұрғын үйді сатып алу құқығымен жалға беру бағыты. Бұл қалай сонда? Бұл мысалға қазір Қазақстан ипотекалық компаниясы құрылыс жұмыстарын ұйымдастырады. Жергілікті атқару органдары бізге жер бөліп береді ипотекалық компанияға, және жаңағы жерге деген инфраструктура, инфрақұрылым дейді. Соны жүргізеді. Біз тұрғын үйді салғаннан кейін, даяр болғаннан кейін, жергілікті атқару органдары бізге тізім береді. Мынадай адамдарға үй бөліп беріңдер деген. Сол тізімнен жаңағы мүдде азаматтарды қарастырып, төлем қабілетін біз салыстыра өтіріп, анықтап, сол адамдарға тұрғын үйді бөліп береміз. Оның жалға алудың негізгі шарттары 20 жылға дейін уақытқа беріледі. Соның ішінде 5 жылдан кейін азаматтардың егер мүмкіншілігі болса, уақытынан ерте сатып алуға құқығы бар. Үйді. Мынау айтылған нәрсе сондай. Бұл жалдамалы алады. Жалдамалы 5 жылдан кейін сатып алуға құқы бар. Ерте, уақытынан ерте. Немесе 20 жыл жаңа алдын ала сатып алмайым десе, 20 жыл жалға алып тұрады, 20 жылдан кейін үй осы азаматтық болады. Оған дейін 5 жылға дейін жалдап тұрды ғой. Ақша төлеп тұрды ғой, енді көп емес бұл жерде. Жалдамалы пәтерлердің ақысы шамамен қанша қазір? Шамамен енді нақты бағалар әлі анықталады. Бірақ енді жалпы шамамен 150 мың төңірегінде болады. Бір шаршы метрдің жоқ, ай сайын төлейтін адамдар. Ай сайын төлейтін енді шамамен 2 бөлмелі пәтер болса, 50-55 шаршы метрлік пәтер болса, бір 65 мың теңге болар ай сайын төлейтін құны. Кейін сол 20 жыл өткен соң сол пәтер сол адамдардікі болып қалады ғой? Әрине. 20 жылдан кейін жаңағы төлеген, ай сайын төлеген жаңағы жалға алу құны пәтердің бағасын жаба береді. Сіз енді Астана мен Алматының бағасын айтып тұрсау деймін. Облыстық жерлерде бұл әлде қайда арзан ғой? Облыстық жерлерде арзанырақ болады. Енді мына жаңа бағдарлама бойынша өзіңіз айтып кеткендей, жаңа Астана мен Алматы және де Ақтөбе, Шымкент қалаларында жаңа агломерация орталығы дейді. Оларға көбірек көңіл бөлінеді. Себебі ол жердегі сұраныс та көп. Және еңбек жаңағы нарығына байланысты көші-қон мәселелері онда көп. Сол себептен ол жерде көбірек көңіл бөлінеді. Бірақ басқа да өңірлерде құрылыс жұмыстары жүзеге асырылады. Жақсы, сіз айтып отырған енді жалдамалы пәтерде мысалы 65 мың жас отбасылар үшін үлкен салмақ. Елбасы бұл жерде нақты айтты. Баспананы тікелей делдалдарсыз және несиеге барынша төмен пайызға ұсыну деді. Бұған дейін сіздердікі 4% беді, 6% беді? Ең төмен
3,5%. 3,5 25 жылға беріледі. Қазір енді бұдан да төмендетіледі деді ма, сонда нақты жоқ? Осымен қатар қазір біз ұлттық экономикалық министрлігімен бірге қарастырып жатқан мәселе одан да арзанырақ жалға беру пәтерлерін салуды қарастырып жатырмыз. Бұл қанша пайыз болуы мүмкін? Ол жерде шамамен 20-25 мың ай сайын төленетін ақысы болуы мүмкін. Бірақ ол жердегі мәселе ол сатып алу құқығы болмайды. Болмайды. Себебі ол жаңағы азаматтар егер жоқ бұл жерде мәңгілік тұрмайым, уақытша ғана тұрам, жаңа делдалсыз мемлекеттік үйде тұрам деген болатын болса, мінекей 20-25 мыңға 2 бөлмелі пәтерді жалға алып тұруына болады. Егер де тиімді бір жерге жұмысқа баратын болсаңыз, сіз ол жерге мысалға Алматы қаласындағыдай 80-90-100 мыңға пәтер жалдап алмайсыз, 25 мыңға жалдап аласыз, тұрасыз, бәленбай жыл тұрғаннан кейін қайтам десеңіз үйді өткізіп бересіз, қайтасыз. Мен түсінгенім сол ма? Осылай. Осылай. Және де бұл жерде жаңа Қалдыбай бауырымыздың айтып кеткен жалақының жетпей жатыр дегеніне. Біздің бағыт бойынша егер жаңағы мүдделі адамдардың, азаматтардың өзінің жалақасы жетпеген жағдайда бағдарлама бойынша қосалқы жаңа жалға алушыларды өзімен бірге қарастыруға құқығы бар. Өзінің жалақасы жетпесе және жаңа келіншегі, немесе бауыры бар, әке-шешесі бар, солардың жалақысын қосып есептеуге мүмкіншіліктері бар. Бұл да плюс. Бастапқы жарна болмау керек деді. Бастапқы жарна жаңағы жалға алу, сатып алу құқығысыз жалға алуда бастапқы жарна болмауы мүмкін. Ал сатып алу құқығына байланысты бастапқы жарна ең төменгі жарна болады, 6 айлық есептік көрсеткіш. Ол көп емес, 10 мыңның сәл ғана жоғары. Ол көп емес, жаңағы 6 айлық жаңағы төленетін ақыға тең болады. 6 айлық төленетін ақы. 6 айлық мысалға 50 мың ай сайын 50 мың төленетін болса, соны 6-ға көбейтесіз. 300 мың бересіздер. Теңге ол азаматтарға өте тиімді. Елбасы айтты, жалға берілетін тұрғын үй құрылысына көзқарасты өзгерткен жөн деді. Қалыптасқан батыс экономикалары, батыс мемлекеттерден тәжірибесін қарайтын болсақ, ол жақта мынау әлеуметтік тұрғын үй дейміз ғой. Бағасы төмен әлеуметтік тұрғын үйдің көлемі көбінесе жаңағы жалға беретін сатып алу құқықсыз үйлер ол. Тек қана жағдайлар төмен бір қиыншылыққа кездесіп жатқан отбасылар сол жаққа жаңағы мерзімде 1 жыл болсын, 2 жыл болсын, 3 жыл болсын, сол жақта тұрып әл-ауқаттарын тұрақтандырып, жағдайларын дұрыстағанша сол жақта тұратындай мүмкіншілік жасайды. Сосын екінші айтып кететін мынау батыс экономикалардың, батыс мемлекеттердің тәжірибесі, ол жақта ол мемлекеттерде тұрғын үй, әлеуметтік тұрғын үй бағдарламасын жергілікті әкімшіліктер соқпайды. Олар табыс алмайтын құрылыс ассоциациялар жасап қойған өздеріне. Ол құрылыс ассоциациялардың негізі шектеулері, табыс алу шектеулері бар. 3% ау деймін. Австрия мемлекетінің тәжірибесін қарап келдік біз жақын арада. Сол мемлекетті негізі жаңағы жалға беру тұрғын үй соғады. Ол сатып алу құқығы жоқ тұрғын үйді, ол тұрғын үйді мемлекет жергілікті атқарушы органдар соқпайды. Қазіргі құрылыста негізінен белгілі тапсырыс болады. Ол мүмкін банк, ипотекалық компаниялар тарапынан болуы мүмкін, екінші деңгейлі банктер тарапынан болуы мүмкін, атқарушы билік тарапынан болуы мүмкін. Соны тендер арқылы ұтып алады да құрылыс компаниялары жүзеге асырады. Солай ғой. Қазір енді 180 миллиард теңге, әдетте оның алдында жаңа 190 миллиард 8 жылға бөлінсе, 180 миллиард 2 жылға бөлінді. Кәдімгі құрылыс қызады деген сөз. Бұған біздің құрылыс компаниялар біріншіден дайын ба, екінші құрылыс материалдары. Оны қазір сырттан тасимыз ба, жалпы осы мәселеде бір үлкен сұрақ болып тұр ғой қазір. 2012-2020 жылдар аралығында Алматы қаласы бойынша барлық тараптан салынатын тұрғын үйлердің шаршы метрі мысалы 7 миллион 800 мың шаршы метрді құрау керек еді. Оның ішінде мемлекеттік бағдарламалар деңгейінде салынатын үйлердің көлемі ол мысалы 1 миллион 460 мың шаршы метр берілу керек еді.
Ол мынау бағдарлама бойынша әр жылға бөлініп қойып, әр жылда өзінің көрсеткіштері бар. Негізі мынау әкімшілік деңгейінде үш тараптар бойынша, үш бағыт бойынша жүзеге асырылады. Ол дегеніміз жаңа мынау жергілікті атқарушы органдарда тұрған, кезекте тұрған азаматтар үшін, екіншісі жаңа жас отбасылар үшін, үшіншісі жаңа құрылыс жинақ банкінде тұрған жаңа салымшылар үшін салынатын үйлер. Биылғы жылы біздің құрылыс басқармасы негізінен біз мынау республикалық нысаналы трансферттер бөлінетін, яғни республикалық бюджеттен бөлінетін қаржыларға үйлер саламыз. Биылғы жылы мысалы 162 мың шаршы метр үйді 47 үйдің құрылысын аяқтау көзделген, үш бағыт бойынша. Қай жерде салынып жатыр? Алматының негізгі құрылыс жүріп жатқан алаңдар бұл мынау Алғабас ауданында, Алатау ауданының Алғабас шағын ауданында, сонымен қатар Рысқұлов, жаңадан ашылған Рысқұлов Момышұлы көшесінің қиылысында 18 үй салынып жатыр, және де Мамыр ықшам ауданында 4 үйдің құрылысы жүріп жатыр. Негіз бәрі болған 47 үй, соның ішінде 22 үйі жаңа құрылыс жинақтау банкі деңгейінде, 8 үйді тапсырысы бұл жас отбасылар үшін қарастырылған, және де 17 үйді жаңағы кезекте тұрған азаматтар үшін жаңа жергілікті органдарда қарастырылған. Егер мынау статистика қарайтын болсақ, жаңа айтып кеткендей, мынау алдағы жылдармен салыстырғанда алдыға ілгерілеу бар. Мынау былтыр мысалы алатын болсақ, 192 мың квадратында шаршы метр үй тапсырылысқа берілсе, мысалы 26 үй. Биылғы күні мысалы 47 үй тапсырысқа берілді. Және де оның ішінде мынау ең негізгі бағыт, мынау дамытатын бағыт жаңағы жалға берілетін үй. Жалға берілетін үйлерді жас отбасылар үшін, оның алдыңғы жарнасы жоқ адамдар үшін, соларға көмек жасау үшін мынау жаңадан қабылданған нұрлы жол, болашаққа апаратын жол несінде жаңағы жолдауында елбасының сол жерде атап көрсетілді. Жаңада бұл жаңағы әлі бағдарлама пысықталады. Енді мынау өкіметке тапсырма берді, нақты тапсырма, мынау жаңа жылға дейін негізгі тетіктерін шешіп, оны жергілікті органдарға жібереді. Соның деңгейінде біз Алматы қаласы бойынша негізгі бағдарламаны жасаймыз. Ол деген жаңағы алғашқы жарнасыз, оның ішінде жаңағы 1,5%, 2%-дан артық жылдық несі жаңағы төленетін төлемақысы сондайдан төмен болу керек. Кейде құрылыс компаниялары асығып, кейбір құрылыстың талаптарын сақтамай кетуі мүмкін бе деген қауіп қой? Асығыстық болмайды. Мысалы құрылыс компаниялары егер біз алатын болсақ, мынау коммерциялық барлық бағытта салынатын үйлердің мысалы деңгейін алатын болсақ, жылына Алматы қаласында мысалы 900 мың шаршы метр үй пайдалануға беріледі. Оның ішінде мысалы мемлекеттік бағдарлама деңгейінде салынатын үйдің үлесі, ол дегеніңіз мысалы биылға алатын 160 мыңды есептейтін болсақ, ол соның 20% пайызын ғана құрайды. Сондықтан барып, егер мынау мемлекеттік бағдарлама деңгейіне салынатын үйлерді дамытатын болсақ, онда құрылыс компаниялар коммерция істеп жатқан жерде де істеуі мүмкін. Және де ол ешқандай оны кедергі тудырмайды. Өйткені қазіргі күні бізде негізі құрылыс пайдаланатын құрылыс материалдар өзімізде шығатын материалдар. Оның ішінде кедендік одақ деңгейінде, мысалы Белоруссия, Ресейден әкелетін материалдар, құрылыс материалдары бар. Сонымен қоса, мынау қолжетімді тұрғын үй 20-20 бағдарламасы деңгейінде негізгі бағыт, мынау негізі құрылыс материалдарымен меморандумдар шығарушылармен меморандумдар жасап, құрылыс текше метрінің қымбаттамауына жол бермеу болып табылады. Ол негізгі құрылыс материалдар цемент болса, жаңа арматура болатын болса, соны шығарушылармен негізгі әрбір аймақ өздері келісім шарт жасайды да, бекітілген бір бағада алып отыру үшін жоғары көп көлем бөлемізді, бірақ құрылыс материалдарын бір бекітілген тұрақты бағамен сатып алу көзделген. Және де ұлттық өзіміздің елімізде шығарылатын құрылыс материалдарын даму көзделген. Сондықтан одан тапшы болады деп ойламаймын. Негізі бір кездері бізде Қытайдан көп тасыдық қой құрылыс материалдарын. Қазір енді кедендік одақ ашылғалы бері Ресей мен Белоруссиядан көп әкелініп жатыр, Енді біз өзімізде дамығанда ең жетіспей тұрғаны не? Бізде цемент пе, кірпіш пе, темір арматура ма осы құрылысқа қажетті? Негізі алғанда біздің өзің елімізден шығып жатқан цемент, кірпіш, арматура бәрі жеткілікті біздің өзіміздің елден шығып Өзімізден шығып жатқанда. Негізі Қарағанды облысынан, өзіміздің Алматы облысынан да шығады кірпіш нелеріміздің бәрі. Кемді негізгі
керекті материалдар, үй құрылысын салу материалдарының бәрі өзімізден шығады. Қиындық болмайды дейсіз ғой. Қиындық Мен болмайды. айтып отырғаным, егер шын мәнінде қомақты қаржы бөлінетін болса, құрылыс материалы жетпейтін болса, сырттан әкелетін болса, бағасы өсіп кетпей ма деген ой ғой. Жоқ, ондай жағы болмайды. Бізде жобалауда болған бөлінген қаражатқа бойынша өзіміздің елдегі салынып жатқан құрылысқа жергілікті материалдарды пайдалануға өте көңіл бөлінеді. Бұл біріншіден отандық өндірісті дамытуға тағы да өзінің оң ықпалын тигізеді. Солай ғой? Нұрсәуле Бірімбетова, экономист, жалпы экономисттер не дейді? Дәл қазір осы көптеген үйлердің салынуы, қосымша ақшаның бөлінуі, үйлердің бағасы түсе ме екен деген арман ғой. Қалдыбай ештеңеге қарамай, сол тұрғын үй жинақ құрылыс банкіне де қарамай, өзі сатып алам ба деген арман ғой. Негізінде бұл баға әрбір аймақтың экономикалық жағдайына, деңгейіне байланысты болады. Егер де Алматы мен Астанада әрбір метрдің несі, баспананың салынған үйдің бағасы жоғары болса, солтүстік, оңтүстік сол аймақтарда о баға кішкене төменірек. Соның бәрі тек экономикалық деңгеймен байланысты. Ең біріншісі. Екіншісі, Алматы бұл ерекше қала, біздің жерімізде, біздің территориямызда дейміз, 2 миллиондай адам тұрып жатыр. Сондықтан бұл бағаны төмендететін әлгі жағдай бар деп санаймыз, но бірақ та жалпы біздің басқа саладағы бағаның бәрін деңгей биік болғандықтан үй салу, баспана салу саласына да бұл экономикалық деңгей өзінің әсерін береді. Осы жолдауда президент нақты жалғау баспананы оның үстіне сатып алатын құқығы бар деген осы ғана бағдарламаны нақты көрсетіп отыр. Мына балалардың үй аламай жүрген, неткен бүгінгі біздің әңгімемізде бәрі толық айтылып кетті. Мына баламыз көп әңгімеден нәтиже шығаратын шығар дейміз. Бірақ та меніңше президент неге сонша ертерек осы жолдауды шығардым деп кеше өзі дәлелдеді ғой айтқан сөзінде. Жаңа жылда мына ненің бәрін, құрылысшы ненің мамандығы айтып отыр ғой, жаңа жылда біз әлгі көп созбай жұмыстың бәрін нақты бастауымыз керек, тетіктердің бәрін қалай жасау керек, не істеу керек, соның бәрі осы 1,5 айдың ішінде бәрі шешілу керек. Сондықтан сіз айтып кеттіңіз, асығып кеттік па, нетпедік па? Жоқ, асығыс емес, осы қазір әлгі бұл мәселе пісіп тұрған мәселе. Сондықтан пісіп тұрған мәселені қазір шешу керек. Біз жыл сайынғы елбасымыздың, президентіміздің жолдауын тыңдап отырамыз. Жалпы білім саласына, осы тұрғын үй саласына көңіл бөліп жатқанына қатты қуанамыз, жастар болғаннан кейін. Енді менің бір сұрағым, осы бұйырса біз 2015 жыл оқу бітіреміз, иә? Сонда 2015 жыл бітіргеннен кейін осы қанша жылдан кейін біз үй алып қалуымыз мүмкін? Біздің мамандығымыз өзі педагог, мұғалімдердің білесіздер, айлығы да онша көп емес. Сонда үй алуымызға біздің мүмкіншілігіміз бола ма? Және егер де біз жаңағы жас отбасы деп жатырмыз ғой, жас отбасы болмай тұрып біз үй алуымызға мүмкіндігіміз бар ма? Әлде тек қана үйленгеннен кейін біз үй алуымыз мүмкіндігіміз бар ма? Тезірек күйеуге шығасың, 29-ға толмай тұрып 1-2 балалы боласың. Содан кейін барасыңдар да жас отбасы ретінде үй береді. Жалғыз болсаңдар үй бермейді. Соқ қой Ереке. Жалғыз болса... Мен толықтырып айтып кетейін. Біздің бағдарлама бойынша Қазақстан ипотекалық компаниясы, егер педагог болып жаңағы жұмыс жасаған болсаңыз, тізімге тұрып, біздің бағдарлама арқылы жалға алу құқығымен... Күйеуге шықпаса да ала бере ма? Ала береді. Ал жаңа шықпай қояды, бекер айттыңыздар. Жоқ, егер де біздің жаңағы ақшамыздың өзі сол жетпей тұратын болса, қалай болады ол? Мысалы 65 мың теңге ай сайын біз төлей алуымызға жаңағы мүмкіншілігіміз бола ма, әлде болмай ма? Жаңа айтылып кеткенде, егер өзіңіздің төлем қабілетіңіз жетпесе, жолдасыңызды қосалқы жалға алушы ретінде немесе бауырыңызды қоссаңыз болады. Біз қазір әлемдегі дамыған 30 елдің қатарына қосылуға ниеттеніп отырмыз. Оның әр түрлі параметрлері бар. Соның бірі адамдардың өмір сүру тұрмыс деңгейі. Меніңше
нағыз дамыған ел, әр отбасының өз баспанасы бар ел. Біз соған жетейік. Айтуға оңай, аман сау болыңыздар.